Мен номер 27 мәртебе жалпы орта білім беретін мектебінің 7 сынып оқушысы Бақыт Меруерт. Қоршаған ортаны жақсартуға арналған технологиялар табиғатты ластамауға және де пайдалы қазбаларды үнемдеуге үйретеді. Біріншіден, жақсартылған энергия көздері. Күн, жел, су энергиялары пайдалы қазбаларды үнемдей отырып, бізге энергияны тиімдірек алуға көмектеседі. Екіншіден, энергияның тиімді технологиялары. Энергияны үнемдейтін құрылғылар мен үйлер энергияны аз тұтынады. Қалдықтарды қайта өңдеу. Металл, пластик және тағы да басқа материалдар табиғатқа түсетін жүкті азайтады. Төртіншіден, су ресурстарын тиімді пайдалану. Суды үнемдейтін құрылғылар мен жаңбыр суын жинайтын жүйелер су ысырабын болдырмайды. Бесіншіден, ауыл шаруашылық экотехнологиялары. Бұл дегеніміз табиғи тыңайтқыштар мен жаңбырлы суару жүйесінің өсімдіктерге тигізер ықпалы. Қорытындыға келе, жасыл қаламызды көгалдандыру мақсатында ағаштар мен өсімдіктерді көптеп отырғызып, қаламызды одан ары көркейте берейік. Қорытындылай келе, жасыл қаланы көркейту мақсатында көгалдандыру, гүлзарлар отырғызу.